Баршаңызға сәлем, гүлдер әлемі каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осы цитокиновый пастаның қалай гүлге әсер етеді, қалай қолдану керек туралы айтамын. Цитокиновый паста бізге не үшін керек? Гүлдерге не үшін керек? Гүлдерге қандай көмегі бар? Барлығын айтамын. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Цитокиновый пастаны барлық гүлдерге қолдануға болады. Енді барлық дегенде барлығына тегіс емес, өзі капризный гүлдерге қолдануға болады. Мысалы, астындағы жапырақтарының бәрі түсіп қалып, жоғарғы жағына ғана жапырақ шығады, асты жағы тегіс ағаш болып қалған гүлдердің жаңа сабағын ояту үшін пайдалануға болады, және де гүлдейтін гүлдерге де керемет әсер етеді. Мысалы, орхидеялардың гүл ашатын ұзын стрелкасы шығады ғой. Сол стрелкада бір-екі ғана бутон гүл ашып тұрса, сол стрелкадан гүлдерінің пышный болып, көп болып бутон ашуына әсер етеді. Осы цитокиновый пастаны сол пышный болып гүлдеуіне пайдаланса болады. Өте керемет паста, бірақ бұны да керегіне, нормасына, керек жерде ғана қолдану керек. Себебі бұл паста гормональный заттардан жасалған. Гүлдеріңіздің нормадан тыс пайдаланған кезде гүлдеріңіздің өліп қалуына да әсер етуі мүмкін. Және де топыраққа түспеуі керек. Тамырға қатты тиіп, көп жағылып кетсе, сондай жағдайларда, мысалы, керек емес жерлерге тиіп кетсе, гүлге кері әсерін тигізеді. Сақтықпен адамға да өте зияны көп. Себебі қолыңызға тисе, сіз оны жуып үлгермей, көзіңізді, басқа жеріңізді ұстап не қылсаңыз, адамға да зиян. Көзге тимеу керек. Бұны пайдаланып, бұл цитокиновый пастаменен, гүлдермен жұмыс істеген кезде қолыңызға перчатка киіп істегеніңіз абзал. Және де түрлі заттарды пайдаланған кезде, пайдаланып болғаннан кейін дереу оны құрту керек. Бала-шағаның қолы жетпейтін жерден мусорға тастап құрту керек та. Себебі, мысалы, зубочисткамен пайдаланады көбісі кәдімгі сіріңкенің ұшымен пайдаланады, не болмаса инемен пайдаланады. Сол сияқты заттарды тез арада жуып тастау керек, не болмаса балалардың қолы жетпейтін жерден мусорға тастап көзін құрту керек. Цитокиновый пастаны, мысалы, түрлі размерде шығарады. Біздерге, мысалы, үй гүлдеріне пайдаланатын болсаңыз, негізінде даладағы гүлдерге де пайдалануға болады. Даладағы түрлі өсімдіктерге де пайдалануға болады. Мысалы, роза гүлдерге пайдалануға болады. Түрлі жаңағы сабағы құры ағаш болып, таяқ болып қалған роза гүлдер бар болса, солардың жаңа почка ашуына, және де уақытысы келген кезде көп пышный болып гүлдеуіне пайдаланады. Ал енді біздерге үй гүлдерін өсіретін ханымдарға бізге кішкентай ғана ыдыстағы дозасы жетеді. Себебі біз бұны енді бүйтіп көп қып жақпаймыз ғой. Сондықтан бұл жаңағы біраз гүлге жетеді. Кішкентайының өзі холодильникке сақтасаңыздар болады, бірақ сроғы өтіп кеткеннен кейін пайдалануға болмайды гүлдерге. Цитокиновый паста бұл гүлдердің жаңа сабақ ашуына көмектеседі, және де жақсы өсіп тұрған гүліңіздің ары қарай жақсы өсуіне көмектеседі. Көптеген стресстерге қарсы тұруға көмектеседі. Мысалы, сквозняк сияқты сондай нәрселерден үйде гүлдер көп стресс алып жатады. Сол жағдайларда да керемет көмектеседі. Негізінде көбінше бұны бағбандар алдыңғы кездерде көбінше орхидеяға қолданған. Қазір көп гүлдерге пайдалануға болады, бірақ нормадан артық пайдалануға болмайды. Алдымен енді пайдалану жолын айтайын. Мысалы, гүліңіздің астыңғы жағында жапырақтары түсіп қалған. Дәл осылай сабақтары түсіп қалған. Осы сабақтары түсіп қалған гүлдердің буындары көрініп тұрады ғой өзі. Сол буындарды кішкене инемен болсын, не болмаса дәл осылай пышақпен болсын, кішкене тілесіз, сол тілген жерге пышақты бірінші жақсылап обработка жасап аласыз.
арақпен, спиртпен енді обработка жасап аласыз. Дәл осылай зубочистканы да жақсылап сүртіп тазалап аласыз, обработка жасап аласыз. Осы жерді тілесіз, не болмаса орхидеяларда осындай буындарында бетінде кішкене оболочка жабылып тұрады. Сол оболочканы даққа ғана алып тастайсыз. Сөйтесіз де сол ашылған жерге цитокиновый мазьды азғантай титтей ғана жағасыз. Егер ол жерге көп жағылып кететін болса, ол жерден бір емес, бірнеше стрелка шығатын болады. Ол уже гүлдің жақсы дамуына кедергі келтіреді. Себебі бір жерге 2-3 стрелка шықса, ол майда болып өседі, жапырағы майдаланады. Кәдімгі далада өседі ғой жабайы талдар, солар секілді болып майдаланып кетеді. Аз ғана жақсаңыз, енді зубочистканың ұшыменен кішкентай ғана жақсаңыз, ол жерде бір стрелка оянуы мүмкін. Бұндай нәрселерді, мысалы цитокиновый мазьды қай кездерде, қай уақытта пайдалансақ болады деп сұрайтын ханымдарға айтарым. Орхидеяларға, не болмаса осындай гүлдейтін гүлдерге февраль айларынан бастап пайдалансаңыз болады. Гүлдемес бұрын, мысалы, олар көктем айларында гүлдейтін гүлдер, уже марттан, апрельден бастап олар бутон ашуға дайындалады ғой. Сол процесске жетпей тұрып, осыны пайдалансаңыздар болады. Ал сабақ аштырамын, астында, мысалы, жаңағы осы жерге мен форма істеуім керек. Мысалы, бір гүлге форма істеу керек болса, сол гүлдің жаңа осы жерден, мына жерден сабақ аштыруым керек дейтін болсаңыз, дәл сол буындарды кішкене өткір нәрсеменен тілесіз, аз ғана сол тілінген жерге осындай зубочистканың ұшындай етіп жағасыз. Ол жаққаннан кейін негізінде 14 күннен кейін барып бір результат беру керек. Егер сіздің гүліңіздің дені сау болса, дәл осылай майда стрелкалар, бүршіктер ояну керек. 14 күннен кейін оянады. Цитокиновый пастаны нормадан тыс пайдалануға болмайды. Бір гүлге 2 жерінен ғана бүршік аштыруға болады. Дәл жаңа айтып өткенімдегідей, бүршік тұрған жердің орнын кішкене сырып, кішкене терісін ашасыз. Сол жерге иненің ұшындай ғана цитокиновый мазьды жағасыз. 14 күнде ол жерден бүршік шығару керек, бүршік ашу керек. Бірақ осы гүлге, дәл осы әдісті бір гүлге 2 жеріне ғана жасай аласыз. Одан көп қолдануға болмайды. Гүліңіз өліп қалуы мүмкін. Сол үшін нормадан әр нәрсені өзінің нормасынан артық пайдалануға болмайды. Бүгінгі видеом сіздерге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар.